Баршаңызға сәлем, менің дамытушы ойындар арнама қош келдіңіздер. Бүгін арнада кезекті видео Lego конструкторлық ойын. Балабақша балаларына арналған өте қарапайым қызықты ойын түрі. Ең алдымен осындай құрастырғыштардың суретін шығарып алып, оны әдемі етіп өз қалауларыңызбен қиып аласыздар. Яғни балаларды қызықтыру үшін өз ойыңызбен жасасаңыз болады. Конструктормен жұмыс істеудің пайдасы балаларға ұсақ моторика мен сөйлеу бір-бірімен тығыз байланысты. Себебі осы әрекеттерге жауап беретін ми аймағы жақын орналасқан. Сондықтан көбінесе жақсы сөйлей алмайтын балалар түймесін қадай алмайтын немесе бәтеңкесін бауын байлай алмайды. Конструктормен жұмыс істей отырып және бір нәрсені тақалып отырса, бір уақытта екі ми аймағы да жақсы шынықтыруға болады. Ойын барысында балалар логикалық түрде ойлануға дағдыланады, яғни қай бөлшекте қайсысымен байланыстырамын, немесе бір бөлшек жетпей қалса не істеймін, немен алмастыруға болады. Бірақ бөлшектердің барлық жеткілікті деген сияқты түсініктер қалыптастыратын болады. Конструктор ойыншықтардың басты мақсаты баланың әртүрлі заттарды қайта-қайта құрауға үйретеді. Бала өзі құраған кейбір заттарды тіпті көпке дейін ойыншық ретінде қолданатын болады. Бұл Lego конструкторлық ойын ересектеу балаларға да арналған. Бұл ойыншықтар соңғы жылдары өте танымал. Бүгінгі таңда конструкторлардың түрі өте көп, бөлшектері 100-ге 1000-ға дейін жетіп, тіпті одан да асып түсетін болады. Дайын болған құрастырғышымызды балаларға көрсететін боламыз. Балалар үлгі бойынша құрастырмаларды құрастырып қажет. Және де құрастыру арқылы балалар түстерді таниды. Және де қарапайым математикалық ұғым қалыптастыра отырып, пішіндерді ажырата отырады. Қазіргі таңда конструкторлардың темір және ағаш, пластиктен жасалған бөлшектері бірін-бірін қиыстырып, құрастырып ойнайтын ойыншық. Конструкторлардың ішіндегі ең танымалы ағаштан жасалған түрі. Конструкторлар балалардың шығармашылық қабілеті мен сөздік көрін, көзқарасын қалыптастырып жетілдіретін болады. Lego конструкторлық ойын ой өрісін, яғни балалардың шығармашылықтарын арттыра түседі. Оған тек ойыншық ретінде емес, оқу құралы ретінде де қолдануға болады. Егер балаңыз түстерді тани алмаса, пішіндерді тани алмаса, осы әдісті қолдансаңыз болады. Lego конструктор бұл мектеп жасына дейінгі балалардың ойын әрекетінде қарым-қатынас пен үлкен мүмкіндік беретін таңғажайып жарқын, қауіпсіз, өзгермелі және көп функциялы материал. Lego құрастырғыштарды тәрбиешілер қазіргі таңда әртүрлі әдістемелі құралдар әзірлейді және де дидактикалық ойындар мен жаттығулар өткізуге пайдаланады. Олардың мақсаты, яғни балалардың дамытуға, сөйлеуге, қарым-қатынасын қалыптастыруға, шығармашылық қабілеттерін арттыруға, қызығушылығын арттыруға, бала үшін қолайлы эмоция сыйлауға тырысады. Lego құрастырғышпен қарапайым математиканы да игеруге болады. Яғни бөлшектерді санау, теңдей етіп бөлу, белгілер мен бөлшек жинау, санау, қосу, азайту, бөлу, көбейту деген сияқты қарапайым амалдарды ойын түрінде біртіндеп игере алады. Демек, конструктордың да математикаға пайдасы бар.